Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бұрын бұл көрсетілімді тамашалаған боларсыздар. Біз оны арнамыздан бірнеше рет назарларыңызға ұсындық. Біздің қолымызда мынадай үлкен, қуатты неодимді магнит және осындай қалың қабырғалы алюминий түтігі бар. Оның төменге құлдилауы ұзақ уақытқа созылады. Өйткені магнит түтікте электр тоғы ағындарының пайда болуына әсер етеді. Сондай-ақ бұл ағындардың өз магниттік өрісі болады. Және бұл екі магнит өрісі бір-бірімен өзара әрекетке түсе отырып, магниттің беталысына ықпал етеді. Егер сіздерге қызық болса, мен бейнероликтерімнің бірінде бұл туралы егжей-тегжейлі айтып беремін. Егер мен магнитті түтікке қайтадан түсіріп бақылайтын болсам, онда мен магниттің қабырғаларға мүлдем жанаспайтынына көз жеткіземін. Әлбетте, орынды сұрақ туындайды. Магнит түтік арқылы өтетін сәтте өлшегенде түтіктің салмағы өзгере ме? Ұлғая ма? Жоқ, керісінше төмендей ме? Не болады? Бұл сұрақтың жауабын білудің тек бір-ақ жолы бар. Ол тәжірибе жасап көру. Сонымен бізде таразы бар. Ең алдымен оны магниттің әсерінен қорғау керек. Біз жабысқақ таспаның орамасын алып, оған түтікті орнатамыз. Енді не болатынын көрейік. Байқасақ, салмағы шамамен 370 граммға дейін көтерілді. Және бұл магнит төменге құлаған сәтте болды. Ал пластмасса кесегінің бетіндегі магниттің салмағы әрі қарай өспейді. Сондықтан жауап айқын. Салмақ шынымен артады. Ішіндегі магнит төменге түсу барысында түтіктің салмағы ұлғаяды. Бұл неліктен болады? Бұл сұраққа жауап беру үшін алдымен салмақтың не екенін түсінуіңіз керек. Салмақ бұл жерге еркін құлау кезінде заттардың жылдамдығын жеделдетуге әкелетін күш. Мысалы, егер мен осы бір шүйке жіпті алып, оны босатсам, ол асқан жылдамдықпен жерге түседі. Екінші жағынан, үстелде жатқан мына қалам сияқты немесе сол баяғы алюминий түтігі іспетті. Зат құламаған кезде тірекке әрекет ететін басқа күш әрекет етуі тиіс. Мысалы, менің салмағым еденге әсер етеді. Себебі мен еркін құлау күйінде емеспін. Сондықтан магнит түтік арқылы үдеусіз құлағанда, оның салмағы бір нәрсеге әсер етуі керек. Бұл әсер магнит пен құбырдың электромагниттік өзара әрекеттестік арқылы жүзеге асады. Ньютонның үшінші заңынан біз магнитке әсер ететін және оның еркін құлауына кедергі келтіретін күш болса, онда тірек ретінде түтікке ықпал жасайтын теңдей күштің болуы керек екендігін білеміз. Және бұл күш түтік арқылы таразыға әсер етеді. Біз оның әсерін таразы дисплейінен байқай аламыз. Егер біз магниттің салмағын өлшейтін болсақ, біз магнит түтік арқылы құлаған кезде көрген 370 грамм салмаққа қайта қол жеткіземіз. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.